Болашақ күйеуіммен студент кезінде таныстым. Университеттің соңғы курсында едім. Ол кезде күйеуім құқық қорғаушы болып жұмыс істейтін. Екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. 1 жыл кездесіп жүрдік. Сосын мен оқу бітірген соң ол маған үйленуге ұсыныс жасады. Мен ойланбай келістім. Ата-анам Өскеменде тұратын. Отбасында екеуміз, мен және інім. Жалғыз қыз болғандықтан мені дүркіретіп той жасап ұзатып салды. Алматыға келін болып түстім. Келген жерім жаман болған жоқ. Жолдасымда отбасында 2 ұл екен. Үйленбеген қайнағам әскери адам екен, жұмыс бабы бойынша Шымкентте тұратын. Атам да енем де жұмыс істейді. Көп ұзамай дипломың жарамсыз болып қалмасын деп мені де жұмысқа тұрғызды. Күндіз барлығымыз жұмыстамыз. Кешке ғана дастархан басында бас қосамыз. Мен үйге келе салып тамақ жасаймын. Кейде енем ерте келсе, біз келгенше тамақ жасап қояды. Сондай сабырлы, көп сөйлемейтін, қақ-соқ өсек аяңмен шаруасы жоқ адам еді. Атам болса керісінше, беймазалау, асығыс, сөзі жүріс-тұрысы жылдам, әділ, бетке тура айтатын, шыншыл мінезді кісі еді. Бірақ маған қызым дегеннен басқа ұрсып сөйлеген емес. Осындай жақсы отбасына түскеніме шүкір дейтінмін. Бірақ бір кем дүние дегендей көтере алмадым. Енем әлі жассың, әлі-ақ көтересің, асықпа, Алла өзі береді деп мені жұбатып қоятын. Бірақ күйеуім бәрі іштей күтетін сияқты қашан көтереді деп. Осылай жылдар жылжып өте берді. Үміттеніп, Алладан сұрап бізде жүре бердік. Осы арада қайнағам үйленді. Шымкент жақтың қызын алды. Олар той жасап, 1 ай болар болмас Шымкентке қайтып кетті. Арада 1 жыл өткен соң абысыным босанды. Қыз туды. Ата-енем қатты қуанды. Мен де жүрегім лүпілдеп қуанғаннан жылап алдым. Мұны көрген күйеуім мені жабырқап тұр деді ме, бізде де әлі-ақ болады. Бізде осындай қуанышқа жетеміз, жыламашы деп жас жуған бетімнен сүйіп жатыр. Екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көретінбіз. Барлығын қас-қабағымыздан ұғатынбыз. Түрлеріміз де ұқсайтын еді. Бойымыз ұзын, өңіміз аққұба, көрген жұрт қандай жарасымды жұп деп айтатындарын көп еститінбіз. Сондай бақытты едік. Күйеуім көтермей жатырсың деп айтқан емес, болмаса көңілі түсіп, мен сияқты қатты уайымдамайтын. Әлде маған солай көрінетін ба еді білмедім. Әрдайым бір қалыпты көңіл күйде жүретін. Мейрамдарда қалаға шығып қыдыратын, киноға баратынбыз. Демалыстарда жолдастарымен табиғатқа кәуап жеуге, пикникке жиі шығатын едік. Осылай менің көңілімді аулайтын. Сонда да ішімде тезірек сәбилі болсам деген арманым, мұңым маза бермейтін. Осылай үміттеніп жүргенімізде 5 жыл болып қалып еді. Абысыным босанған соң, біраз уақыт өткен соң анам хабарласты. Қызым-ау, Алладан сұрап қана осылай жүре бересіңдер ме? Барып дәрігерлерге қаралмайсыңдар ма? Өзіңде, күйеуіңде қаралсын, кім білет, мүмкін күйеуіңнің денсаулығы жоқ шығар. Анализ тапсырып көріңдер, емделіңдер деп біраз әңгіме айтты. Енеммен де сөйлесті. Сөйтіп ақылдаса келе, күйеуім екеуміз дәрігерлерге қаралатын болып шештік. Екеуміз 1 аптаға больничный аштырып, сөйтіп Алматыға жақсы жеке емханаға қаралдық. Барлық қажет деген анализдарды тапсырдық. Күйеуімнің денсаулығы жақсы, анализдері де жақсы деген нәтижемен шықты. Маған бедеу, бесплодная деген нәтиже диагноз қойылды. Мұны естігенде төбемнен жай түскендей болды. Есеңгіреп қалдым. Ойым сан-саққа жүгірді. Бұл бір қателік шығар, бұлай болуы мүмкін емес деп күбірлей бердім. Жанарым жасқа толды. Күйеуім де сенер емес, не істерін білмей қалды. Жаным, қойшы, бұл бір қателік шығар, басқа дәрігерге қаратамын, сені жақсы көремін, емделесің, әлі-ақ сәбилі боламыз, жыламашы деп жұбатып жатыр. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Үйге келдік. Менің жағдайымды бәрі естіді. Енем үміт үзбеңдер, жассыңдар, тағы қаратамыз, емделесің, бәрі жақсы болады деп ол да жұбатып жатыр. Бірақ ішімде ешқандай үміт жоқ екеніне көзім жететіндей, мен бедеумін, мен ешқашан сәби сүйе алмаймын, ана бола алмаймын. Құдай-ай, неге бұлай деп жүрегім қан жылады. Бар үміт сенім жоқ болды. Енем айтқан болуы керек, анам хабарласты. Ол да естігеніне сене алар емес. Анамның даусын естігеніммен сөздерін ұқпайтын сияқтымын. Егіліп жылай бердім. Ертесінде дел сал күйде таң ата салысымен енем есікті тоқылдатып мені шақырып алды. Күйеуім ұйықтап жатыр еді. Шықсам, енем ас үйде шай дайындап қойыпты. Екеуміз отырып шай ішейік, айтатын әңгімем бар деді.
Менің жүрегім су ете қалды. Сен бедеусің, баламнан ажырас деп айтатын сияқты көрінді маған. Аяқ қолым дірілдеді. Алғаш рет өзімді бұл үйде бөтен адамдай сезіндім. Беті қолымды шайып орындыққа отырдым. Енем түркиялық бір жеке фирмада бас есепші болып жұмыс істейтін. Мен кешегі жағдайдан кейін кешкі ас ішпей жатып қалған болатынмын. Сол кезде енем жан-жақтан қарап, әріптес құрбыларынан жақсы дәрігер сұрастырып іздепті. Содан бір құрбысы Түркиядан келесі аптада бір білікті дәрігер Алматыға семинарға келетінін айтыпты. Не де болса, сол дәрігерге қаралып көріңіздер деп ақыл айтыпты. Енем қалайда бір мүмкіндік тауып, сол дәрігерге қаратамын деді. Жүрегім орнына түсті. Бір үміт оты жылт ете қалғандай болды. Келесі аптада күткен дәрігер келіпті. Семинар өткізіп жатыр екен, қабылдауында болғысы келетін әйелдер өте көп екен. Дәрігер бір аптаға ғана келіпті. Үлгерсең үлгердің, үлгермесең қалдың дегендей. Әйтеуір, күйеуім құзырлы органда істегендіктен соның арқасында қабылдауына жазылдым. Енеммен бірге бардық. Дәрігер орта жастағы ер кісі екен. Маған тек анализдер тапсыруға УЗИге жолдама берді. Бәрін тапсырып УЗИге түстім. Нәтижесіне ертең келіңіздер, өзіңізді анализ нәтижелері шыққан соң қараймын деді. Таң атпай қойды. Түн ұзарып кеткен сияқты. Сонымен не керек, атам таң ата салысымен болда болыңдар деп емханаға зырылдатып апарды. Дәрігер де келіпті. Енем екеуміз кірдік. Дәрігер мені қарады. Сосын медбике барлық анализдер нәтижесін әкеліп берді. Дәрігер қарап шықты да, тағы сол бедеусің деген диагноз қойды. Тағы бірдемелер айтып жатыр еді, мен соңына дейін тыңдамай шығып кеттім. Өзегім өртенді, бәрі бітті дедім. Ана бола алмайтын болсам, өмір сүрудің еш маңызы жоқ. Ана болу бақыты маған бұйырмаған екен, не деген сор маңдай едім. Бетімді басып жылаған күйі далаға бірақ шығыппын. Кенет, қызым қайда барасың деген атамның оқыс дауысынан селк ете тұрып қалдым. Атам шапшаң басып артымнан тез-тез келе жатыр екен. Үнсіз тұрмын. Сол кезде емханадан енем шықты. Асығып қасымызға келді. Атама үйге кеттік деді. Атам екеумізге бір қарады да, жүріңдер көлікке деп үйге келдік. Мен үйге кірген соң, ата енем дүкенге барып келеміз деп қайта шығып кетті. Мен бөлмеме кіре салып айғайлап жыладым. Ішім алай-дүлей болды. Бар үмітім өшті, енді не істеймін деген сан түрлі ойлар санамды жаулады. Өз-өзімді жек көріп кеттім. Сүйіп қосылған жолдасыма перзент сүйгізе алмасам, несіне оған жар боламын? Осылай қанша уақыт отырғанымды білмеймін. Бір кезде талықсып, көзім ілініп кетіпті. Күбірлеген дауыстардан оянып кеттім. Түс ауып кетіпті. Жұмыстан күйеуім келіпті. Ата-енем үшеуі қонақ бөлмеде сөйлесіп отыр екен. Есікті ақырын аштым. Енем бала асырап алса қайтеді? Баланы бала шақырады. Қаншама бедеу деген әйелдер бала асырап алғаннан кейін Алланың құдіреті ма көтеріп жатыр ғой. Бір жетімге сауап жасармыз деп жатыр еді. Атам шорт кесті. Керегі жоқ. Тексіз бала, қасқырдың баласын қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды. Ертең қандай боларын кім білсін? Өз тұқымым, өз баламнан туған немере керек. Бала белде, қатын жолда. Болмаса баламның бағын байламасын, деді. Өз құлағыма өзім сенбедім. Күйеуім ажыраспаймын, не болса да бірге көреміз. Мен оны жақсы көремін, басқа әйел керегі жоқ маған деп шарт-пұрт болды. Енем айғайламаңдар, келін естіп оят, болды қойыңдаршы деп жатыр. Есалаң адам сияқты ары-бері теңселе бердім. Сосын есікті сырт еткізіп ашып, түк естімегендей бөлмеден шықтым. Күйеуіме ерте келіпсің ғой, мен кешкі ас жасайын деп ас үйге қарай өтіп кеттім. Артымнан үшеуінің маған қарап қалғанын сездім. Ішім өртеніп жатса да, түк білдірмей кешкі ас дайындадым. Дастархан жасап, бәрін кешкі асқа шақырдым. Үнсіз ас іштік. Сосын бәрін жинап, ыдыстарды жуып бөлмеме келдім. Күйеуімді қатты құшақтап алдым. Ол да мені құшақтап еркелетіп жатыр. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Бір шешімін табармыз. Дәрігер біраз ем-дом жазып беріпті. Үміт үзбеңіздер депті. Мүмкін болып қалар деп мені жұбатуда. Мен осы сәтте ештеме ойлағым келмеді. Сүйген жарымның құшағында балдай еріп бара жатқандай едім. Осылай ешқандай шешім таба алмай, бала сүю деген бар үмітімді үзіп, тек күйеуімді қимай, ата-енем үнсіз күндер өтіп жатты. Сөйтіп жүргенде жазғы демалысын алып, қыздарымен қайнағам мен абысыным келді. Бәріміз қуанып қарсы алдық. Қыздары жүріп қалыпты, сондай сүйкімді. Абысыным іші қампиып, екіншісіне аяғы ауыр екен.
Мұнысын менен басқа бәрі білген екен, тек менің көңілім түспесін деп айтпаған екен. Атам қой сойып туған туысты шақырып, ырымын жасап немере қызының тұсауын кесті. Мен оларға қызыға да қызғана да қарадым. Келген жұрт ішіп жеп батасын беріп тарқасты. Сол түні дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Қайнағам отбасымен бір айдай болды біздікінде. Ата енем немерелерін қолдарынан тастамайды. Күйеуім де жұмыстан келе сала соны іздейді. Күнде тәтті алып келеді. Үйімізде бала дауысы былдырлап бәрі көңілді. Мен ғана ішімнен тынып жүре бердім. Ешкімге іштен мұңайып жүргенімді, ештемемді білдірмедім. Бір күні енем бір жақсы көріпкел молда кісіге барамыз деп мені ертіп апарды. 3 күн оқытты. Мүмкін қазақи ем-дом әсер етеді ме деп ойлаған шығар. Мен селсоқ күйде жүре бердім. Іштей бар үмітім өшкендей болатын. Мені ұстап тұрған тек күйеуіме деген қимастық еді. Қайнағам демалысы бітіп, отбасын алып Шымкентке қайтты. Үйде қайтадан өлі тыныштық орнады. Ешқайсымыздың көңіл күйіміз жоқ. Жұмыс үй сонымен уақыт өтіп жатты. Солай жүргенде бір күні абысыным босанды деген қуанышты хабар келді. Ұл туыпты. Ата енем дереу жиналып, күйеумен машинамен Шымкентке кетіп қалды. Мен үйге қарап жалғыз қалдым. Сол 3 күнде әбден ойланып, бәрін саралап, анама тез келіңіз деп қоңырау шалдым. Мен күйеуімнің бақыты үшін шешім қабылдадым. Келін болып түскеніме 8-ші жылға кетіп барады. Әлі құрсақ көтермедім. Күйеуімді қанша сүйсем де, оны әке болу бақытынан айыруға ешқандай құқығым жоқ. Мен ажырасуға бел будым. Ата-анаммен хабарласып тұратынмын. Анам менің жағдайымнан хабардар болатын. Бар мұңымды анама шағып жылап алатынмын. Анашым мені жұбатумен келеді ғой осы уақытқа дейін. Енемдер келерден бір күн бұрын анам мен інім келді. Әкем екеуін жіберіпті. Қайтам десе, жиып теріп қызымды алып келіңдер. Тағдыры солай болса қайтеміз. Ішіңе сыйған балаң сыртыңа да сияды депті. Жасауымның барлығын жиып қойдық. Ата енем күйеуім келді. Аң-таң болып қалды. Анам амандасып, мән-жайды түсіндірді. Күйеуім жанары ашумен жасқа толып маған қарады. Ата енем үнсіз тыңдады. Мен бәрінен кешірім сұрадым. Мені қыздарыңыздай көрдіңіздер, бір қабақ шытып, маған сөйлеп ұрысқан емессіздер. Бар жерге қараттыңыздар, амал қанша, қолдарыңыздан келгенді жасадыңыздар. Сіздерге ешқандай ренішім жоқ, маған баталарыңызды беріңіздер. Ұлдарыңызды әке болу бақытынан айыруға құқығым жоқ. Оған шын жүрегіммен бақыт тілеймін, дедім. Күйеуім ұшып тұрды да столды лақтырып жіберді. Мен сені жібермеймін, бала асырап аламыз кетпейсің. Неге менімен ақылдаспай мұндай шешім шығарасың, деді. Бәріміз шошып кеттік. Атам отыра шуыңды бас, айғайлама деп ұрысты. Енем көзі мөлтілдеп жылап отыр. Оған қарап анамда айналайын құдалар әкесі алып қайт деді. Осы жерден шу шығармай, осы сыйластығымызбен қызымды алып кетейін деді. Осы кезде күйеуімнің бірге жұмыс істейтін жолдастары келіп қалды. Оларда не болғанын түсінбей тұр. Атам оларға күйеуімді алып кетіңдерші деді. Ашу ызаға булыққан күйеуім столдағы ыдыстарды лақтырып сындыра бастады. Жолдастары үшеуі үш жақтан ұстап, әзер дегенде машинаға отырғызып алып кетті. Олар кеткен соң жүк көлігі де келді. Көрші балаларды шақырып, бар жасауымды інім бәрі тиеді. Анам қайтарға пойызға билет алып қойған екен, ата енем батасын берді. Сонымен енеммен жылап қоштасып кете бардым. 8 жыл тұрған құтты мекеніммен қош айтысып, қимастықпен артыма қарай кете бардым. Өскеменге туған жеріме үйіме келдім. Әкем көзіне жас алып қарсы алды. Осы 8 жылда інім үйленіп бір балалы болған. Келінім асты үстіме түсіп, шәй жөндеп жүр. Кішкентай інімнің баласы былдырлап жүгіріп жүр. Қандай күйде болғанымды айтып жеткізе алмаймын. Мен үшін өмір тоқтап қалғандай. Ата-анамның жұбату сөздері, менің қас қабағыма қараған інім мен келінім ештеме әсер етпейді. Тірі өлік секілдімін. Әкем ажырасу жағын қолға алды. Адвокат арқылы мені ешқандай ажырасу процесіне қатыстырмай, заңды түрде ың-шыңсыз 2 айдың ішінде ажырастырып жіберді. Арада бала болмаған соң, ортақ мүлік болмаған соң, бәрі тез бітеді екен ғой. Сонымен мен түпкілікті ажырасып кеттім. Осы аралықта күйеуім қайта звондайтын, сөйлеспейтінмін. Менен бір жолы үмітін үссін дедім. Хабарламаларына жауап бермедім. 3 ай өткен соң әкеме жұмысқа тұрғызыңыз дедім. Тірімін, тіршілігімді жасайын.
Масыл болып отырмайын, онсыз да мен келгелі үйден береке кеткендей болды. Бәрі менің қабағымда аңдып, артық сөз айтпайды, емін-еркін шүйіркелеспейді, көңіліме қарайды. Әкем оқыған кісі, бір мектептің білдей директоры. Анамда оқыған көзі ашық, сол мектепте мұғалім. Мені де сол мектепке жұмысқа орналастырды. Сыртым бүтін, ішім түтін, жұмысымды істеп жүре бердім. Арада 1 жыл өтті. Бұрынғы қайын жұртыммен күйеуіммен бір жолы ара жігімді үздім. Телефон номерімді де ауыстырып тастағанмын. Көп ұзамай інімнің келіншегі екіншісіне аяғы ауырлады. Мұны естіп бәріміз қуанып қалдық. Мен тағы күйзелдім. Ешкімге ештеме білдірмеймін. Інім үшін қуанамын әрине. Қызғаныштан күйзелмеймін, тек тағдырыма налимын. Кейде түндерде күйеуімді сағынамын. Оның ыстық құшағын аңсаймын. Ешкімге білдірмей қыстығып жылап-жылап аламын. Қанша рет телефон соғуға, даусын бір рет естуге оқталдым, бірақ бата алмадым. Мен хабарлассам, мені іздей бастайды, үміттене бастайды. Одан да өз бақытын тапсын, перзент сүйсін, толыққанды отбасы болсын дедім. Осылай жүргенде жұмыста ауқымды мұғалімдер семинары өтетін болды. Әр қаладан білікті мұғалімдер келді. Мен де бардым. Сол жерде бұрынғы бірге жұмыс істеген Алматыдағы әріптесімді көріп қалдым. Екеуміз хал жағдай сұрасып, шүйіркелесіп қалдық. Семинар біткен соң шағын кафеге тамақтануға бардық. Ол келіншек бұрынғы күйеуіме алыс ағайын болып келеді. Менің сұрауға бата алмай отырғанымды байқап, әңгімені өзі бастады. Сен кеткен соң күйеуің біраз уақыт өзіне келе алмай жүрді. Жиі-жиі ішеді екен, енеңде денсаулығы сыр беріпті. Давление деген пайда болыпты. Содан сендер түпкілікті ажырасқан соң атаң қайнағаңа күйеуіңді үйлендірейік сұрап пірістіріп бір қыз тауып жүр деді. Содан қайнағаң өзінің бөлімшесінде істейтін бір медбике қызды тауыпты. Енең мазасы болмай жүрген соң анама қарайды деген болар. Сөйтіп бір себеп тауып күйеуіңді Шымкентке шақыртып әлгі медбике қызбен таныстырыпты. Мұның бәрін маған тәтем өзі айтып берді. Басында күйеуің қызды ұнатпапты, қара қыз деп. Енең аппағында көрдің ғой, маған үй шаруасына қарасатын адам керек. Денсаулығымда болмай жүр, енді бұрынғы әйеліңді ұмыт. Уақыт өтіп бара жатыр, сенің балаңды көріп кетейік, әкең екеуміз деп көндіріпті. Сөйтіп сендер заңды ажырасқан соң 3 айдан кейін күйеуің үйінде беташар жасап үйленіп алды. Қазір келіншегінің аяғы ауыр, бәрі қуанып жүр деп әңгімесін аяқтады. Жүрегім аузыма тығылды, ащы өксік өзегімді өртеді. Жанымның бағы ашылыпты ғой дедім, бақытты болсын. Олар үшін қуаныштымын деген 2-3 ауыз сөз көмейге тығылып, дауысым қырылдап әрең айттым. Өз-өзімді әрең ұстадым. Ал әріптесім, я сенің де қалағаның сол емес пе еді? Өзің осылай болсын деп кетіп қалдың емес пе деп даңғырлап әңгімесін айтып отыр. Айтуға оңай ғой, менің іште қалай қиналатынымды жан адам білмейді ғой. Тағдырым солай болды, қайтемін енді. Жақсы көрген адамымның бағын қалай байламақпын? Мен болмасам да сол бақытты болсын, сәби сүйсін, өсіп өнсін. Жаным менің сүйгенім аман жүрсін. Сонымен әріптесіммен жылы қоштасып, мені көргеніңді айтпай-ақ қойшы деп уәдесін алдым. Енді менің жаным мен үшін жоқ еді. Маған да өмірімді реттеп, тіршілігімді жалғастыру керек. Ата-анам, бауырым үшін өмір сүруім керек. Бұл әңгімені анама айтып бердім. Анам күрсінді де қойды. Екеуміз сөйлесіп отырғанда інім кіріп келіп, неге мұңайып отырсыздар деді. Мен естігенімді айттым. Ол таң қалды. Сонда сенің кеткеніңді күтіп жүр екен ғой бәрі. Орның суымай жатып-ақ үйленіп алыпты. Сүйем, күйем дегені қайсы деп ашуланды. Анам басу айтып жатыр, қойшы болды, ашуланбашы, қайтесің деп. Бұл әпкеңнің шешімі, оны құрметтеуің керек деді. Інім сабасына түсіп, менен кешірім сұрады. Әпке, сен де бақытты болуға лайықсың. Үмітіңді күдеріңді үзбе деп көңілімді аулап жатыр. Бұл әңгімені әкем де бәрі естіді. Мейлі бақытты болсын дедік. Уақыт шіркін жүйрік қой, көп ұзамай келініміз босанды. 2-ші рет ұл тапты. Бәріміз қуанып жүрміз. Анам екеуміз дастархан жайдық. Інімнің жұмыстағы коллективі құттықтап келмекші. Інім келіншегімен баласын әндетіп, күйлетіп шығарып алып келді үйге. Қандай кішкентай, қуыршақтай, қызыл-шақа нәресте, иісі қандай. Үйдің ішінде жаңа туған нәрестенің жұпар иісі аңқып кеткендей. Не деген керемет. Мен ерекше толқыдым. Кеште болды. Інімнің әріптестері де келді. Інім жеке фирмада жұмыс істейтін. Көп қабатты үйлердің подъездіне есік, домофон, видеокамера орнататын. Сонда істейтін шағын коллектив екен, бастығы да келіпті.
Ұзын бойлы, ірі денелі, жасы шамамен 40-тан асқан салмақты жігіт ағасы екен. Бәрі дастархан басына жайғасты. Анам екеуміз жүгіріп қызмет көрсетіп жүрміз. Бір кезде әлгі бастығы апа отырсаңыздаршы деп бізді отырғызып тілек айтты. Мынау менің көрімдігім болсын деп 10 мыңдық бір қағазды анама ұстатты. Үлкен бір пакетті балаға комплект киім екен келінге деді. Сосын кішірек бір пакетті мынау Бауыржанның әпкесіне деп маған ұстатты. Мен таң қалдым. Әкеме де сыйлық берді. Тойға киіңіз деп брендовый жейде ұсынды. Бастығың қандай елгезек адам, бәрімізге сыйлық әкеліпті деп ініме рахмет айттым. Көңілім көтеріліп қалды кәдімгідей. Иісі керемет әтір екен. Сөйтсем інімнің бастығы біздің отбасымызды жақсы біледі екен. Мен тұрмыста болғанда туған күн кештеріне келіп тұрады екен. Ініммен жақсы қарым-қатынаста тек әріптес ретінде ғана емес, дос адамдардай сыйласады екен, сырласады екен. Мен жайлы да естіп білген сияқты. Қонақтар жақсы отырып, ақ тілектерін жаудырып, қош айтысып тарқады. Тек бастығы ғана қалып қойды. Мен ас бөлмеде ыдыс-аяқты жинастырып жүргенмін. Анам, әкем жаңағы інімнің бастығы қонақ бөлмеде ыстық шай алғызып ішіп отырған. Бұл кезде інім келіншегінің қасына кеткен үлкен баласын ұйықтатып шығамын деді. Бір кезде мені анам шақырды. Бардым. Әкем отыр деп меңзеді. Отырдым. Әкем сөз бастады. Қызым, сен жас емессің. Мына Болат ағаң да жас емес. Жігіт ағасы. Осыдан біраз жыл бұрын әйелі науқастанып қайтыс болған. 2 қызы қалды артында. Үлкенін анасынсыз жалғыз өзі ұзатты. Енді қолында мектеп бітірейін деп отырған қызы бар. Сені қайтып келгелі 2-3 рет көрген сыртыңнан айтуға бата алмай жүр екен. Баукошқа айтқан екен, шет жағасына оны ата-анаммен әпкеммен сөйлесіңіз деген екен. Сол орайы келіп осы ағаң саған сөз салып отыр деді. Өткен өмірің жайлы біледі, екеуің де жас емессіңдер, жалғыздық Құдайға ғана жарасады. 2 жарты бір бүтін болсақ, қызыңызды ренжітпеймін деп отыр дегені. Не дерімді білмей бетім ду етіп қызарып, төбемнен жай түскендей күйде орнымнан қозғала алмай отырып қалдым. Мен ойланайын дедім, қапелімде сасқанымнан. Маған енді тұрмыс құру жайлы ешкім ұсыныс жасамайтын шығар деп ойлағанмын. Өскемен қала болғанымен көпшілігі бір-бірін таниды. Менің бала көтере алмай қайтып келгенімді айналадағылардың бәрі біледі. Кейде маған аянышты көзбен қарайтындай көрінетін. Сонымен не керек, ата-анам ойланайын дегенімде маған жалт қарады. Болат аға, жарайды, ойланып көріңіз, жақсы хабар күтемін деп орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Інім шығарып салды. Ол кеткен соң ата-анам маған біраз ақылдарын айтты. Жақсы жігіт, біраздан бері білеміз деді. Оқыған, пысық, өз кәсібі бар, жағдайы жақсы, саған арқа сүйер ер азамат бола алады. Біз де мәңгілік тұрмаймыз ғой. Біз кеткен соң келіннің қабағына қарап қаласың. Дәл қазіргі жағдайыңда осы Болаттан артық өмірлік жолдас бола алатын адамды таппайсың. Ол саған бала тумадың деп айтпайды. 2 қызы бар, бұйырса немерелі де болады. Ойланатын ештеме жоқ деп кесіп айтты. Түнімен ойландым. Қарап тұрсам, әке-шешемдікі дұрыс сияқты. Ертесінде ініммен сөйлестім. Бастығы жайлы сұрадым. Ол да жақсы кісі, саған жайлы болады деді. Әйелі бұрыннан жүрек талмасы бар екен, тіркеуде тұрған екен. 2-ші қызым босанған соң жағдайы нашарлай беріпті. Содан небәрі 37 жасында тура мүшел жаста жүрек талмасы ұстап қайтыс болып кетіпті. Үлкен қызы ол кезде бой жетіп қалған, кішісі небәрі 12 жаста болған екен. Содан бері Болат аға қыздарын өзі қарап өсіріп, үлкенін жақында тұрмысқа беріпті. Кішісі мектеп бітіргелі отыр, сосын ол да оқуға кетеді. Аға, екеуің ғана тұрасыңдар, қыздармен еш қиындық бола қоймас деді. Орталықта 3 бөлмелі пәтерде тұрады екен. Әйелі қайтқалы, қыздарым өссін, өгей шешеге күндерін қарытпаймын деп үйленбепті. Сонымен не керек, 3 күн ойланып келісімімді бердім. Шағын ғана жиын жасап, екеуміз некелестік. Болат аға енді менің жұбайым болды. Мені аға демеші енді деді. Арамыз әжептәуір жас болғандықтан бастапқыда үйрен алмай жүрдім. Ол өте сабырлы, салмақты еді. Қыздары да салмақты, көп сөйлей бермейді екен. Мені жақсы қарсы алды. Туыстары да көп емес екен. Құдалары, күйеу баласы бәрімен таныстырды. Сөйтіп үшеуміз тұрып жаттық. Кіші қызы мектеп бітіріп, Алматыға жоғары оқу орнына түсті. Күзде әкесі барып жатақханаға орналастырып келді. Үйде екеуміз ғана қалдық. Күндіз жұмыста, кешке үйде, өмірім бір қалыпты сарынға түсті. Інім айтқандай, бұл кісі мінезі жайлы болды. Өткен өмірімді ұмыта бастадым.
Арасында үлкен қыз бен күйеу бала келіп көңілімізді аулап әңгіме дүкен құрып кетеді. Қыс өтіп көктем келді. Артынан жаз келді. Бірінші курсты аяқтап кіші қыз келді демалысқа. Біраз толысып өзгеріпті. Көп сөйлей бермейтін қызымыз ашылып, кәдімгідей есейіп қалыпты. Дегенмен ата-анадан жырақта болған соң студенттік өмір бар адам есейеді, ақыл тоқтата бастайды. Сонымен жазда өте шықты. Қызымыз Алматыға қайтты. Тағы екеуміз-ақ қалдық. Бір күні үлкен қыз босанды. Қыз немерелі болдық деп құдалар сүйінші сұрап хабарласты. Үлкен қатты қуанды. Немерелі болдым деп құтты болсын айтып барып келдік. Мен ана атана алмасам да апа атандым. Бойымды керемет бір сезім биледі. Бәрі маған апасы деп сый құрмет білдірді. Жаңа жылда келді. Демалысқа кіші қыз келді. Жаздағыдан да толысып кеткен сияқты. Бірақ өңі солғын, көңіл күйі жоқ. Жиенін көруге де бармады. Бір түрлі мазам жоқ деп жата береді. Әкесі екеуміз уайымдап қалдық. Дәрігерге апарайық десем, керегі жоқ дейді. Бір күні үйге анам келді. Немереңе жылы кеудеше тоқып едім, жаңа жылға сыйлығым болсын, үлкен қызға берерсің деді. Апа болып жатырсың, өзіңнен деп айта сал деп қоя салды. Жақсы деп екеуміз шай қойып шай іштік. Кіші қызды да шақырдым. Ол бөлмесінен шығып, анаммен амандасып, өздеріңіз іше беріңіздер, менің базам болмай тұр деп жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Анам маған бір оған бір қарады да, толып кеткен бе деді. Немене ауырып қалған ба? Қай жері ауырады деді. Мен білмеймін, асқа тәбеті жоқ, басы ауырып көп жатады. Оның үстіне жүрегі айни береді. Дәрігерге апарайық десек көнбейді дедім. Анам бір түрлі ойланып қалды. Мына қызды тез арада дәрігерге көрсет деді. Мен неге деп шошып кеттім. Күйеуіне айтты апарып көрсет деп анам кетіп қалды. Кешке бөкеңмен сөйлестім. Ертесіне таңертең әкесі қызын оятып, бұлай болмайды, дәрігерге барамыз деді. Қызы қарсылық көрсеткеніне қарамай ауруханаға бардық. Анализ тапсырды. Нәтижесі шыққан соң дәрігер бізді шақырып, қорқатын ештеме жоқ, қыздарыңыздың аяғы ауыр деді. УЗИге жолдама беріп тіркеуге тұрсын деді. Аузымыз ашылып қалды. Күйеуімнің түрі түтігіп кетті. Мұндай ашуланған түрін алғаш рет көрдім. Дәлізге атып шықты. Қызы әкесінен осыны күткендей үрпиіп қорқып жылап тұр екен. Бөкең, жүр былай деп, аяғына тигізбей сүйреп сыртқа бірақ шықтық. Көлікке отырыңдар деп отырғызып алды да үйге қарай құстай ұшты. Лезде үйге жеттік. Кіре сала, кім ол, бұл қашан болды деп қызын сұрақтың астына алды. Ұрсып байғұстың жер-жебіріне жетті. Мен тыныштандырмақ болып басу айттым. Қойшы енді аяғы ауыр ғой деп едім, сылқ етіп отыра кетті. Мен кінәлімін, дұрыс тәрбие бере алмадым деп өзін кінәлады. Қызымыз Алматыда бір жігітпен танысып, бір-бірін сүйіп қалыпты. Кездесіп жүріпті. Жігіт үйленемін деп уәде беріпті. Содан аяғы ауыр болып қалғанын айтқан соң, жігіт ізім қайым жоқ болып кетіпті. Жігіті қайтып келер деп үміттеніп күтіп жүріпті. Іздепті, бірақ таппапты. Содан жасанды түсік жасатпақшы болып, бірақ мерзімі үлкен деп ешқандай дәрігер келіспей қойыпты. Сонымен демалыс болған соң жатақханадағы құрбылары кетіп қалған, әкесі неге келмей жатырсың, демалысқа қайт деген соң амалы жоқтан келіпті. Бізге қалай айтарын білмей басы қатып жүрген екен. Менің ешқандай тәжірибем жоқ болғандықтан оның аяғы ауыр екенін, токсикоз болып жүргенін де аңғармаппын. Анам бірдемені сезгендей дәрігерге барыңдар дегені сол екен. Я Аллам, мен қанша жыл сенен бала сұрадым, қанша қиналдым, үміттендім, күттім. Сұрағанға бермей, сұрамаған күтпеген, керек қылмағанға қалай бере салдың екен. Енді бұл қыздың тағдыры не болмақ? Сәбише, оның не жазығы бар еді? Көңілім құлазыды. Күйеуім де көңілсіз жатып қалды. Қыз да өз бөлмесінен шықпай жатып қалды. Сонымен ертесінде күйеуіммен ақылдастық. Ол жігітті іздеп таппасымыз анық. Ұрысқаннан не пайда? Болар іс болды. Ауруханаға қайта бардық. Қызды УЗИге түсірдік. 18 апта болып қалыпты. Жынысы ұл деді. Жүрек қағысын естігенде қатты толқыдым. Бір уыс болып жүрегі қалай дүрсілдейді. Өзімнің аяғым ауыр секілді қуанып жүрмін. Шыққан соң күйеуіме айттым. Ұл бала болады екен деп. Оның жүзінен де бір қуанып қалғандайын байқағандай болдым. Күйеуім аяқ астынан Алматыға көшеміз деді. Өзі біраздан бері Алматыдан фирмасының бір филиалын ашқысы келіп жүр екен. Сөйлесіп жүрген адамдары да бар екен. Оның үстіне мына қыз сонда босанады деді. Мұнда ел не дейді, қай бетіммен жүремін енді деп қамықты. Жүрегім атша тулады.
Ол жаққа қалай барамын? Ойым сан-саққа жүгірді. Бұрынғы қайын жұртым, күйеуім бір жерде болмасын, бір жерде олармен кездесіп қалсам қайтемін? Бармайық дейін десем амал жоқ. Сонымен үйді сатуға қойдық. Қаладан жырақ жер телімі бар еді, оны да сатуға қойдық. Артық дүниенің барлығын сататынын сатып, беретінін беріп, аяқ астынан Алматыға көштік те кеттік. Студенттік кезім өткен Алматыға қайта оралдым. Алматыдан Есенсай өзіне жақын жерден пәтер алдық. Күйеуім осындағы тамыр таныстарының көмегімен фирмасының филиалын ашты. Өскемендегі офиста бас көз болып інім қалды. Алматыны жақсы білемін. Жайғасып алған соң қызымды тіркеуге қойдым. Университетінен денсаулығына байланысты деп академиялық демалыс алдық 1 жылға. Өзім колледжге жұмысқа тұрдым. Осылай жүріп жаттық. Ай сайын қызымды емханаға апарамын. Анализі бар, дәрігерге қабылдауы бар. Бәрін өзім қолға алып қадағалап жүрдім. Жазға таман қызымыз айы күні жетіп, шекесі торсықтай ұл босанды. Әкесі өз тегіне жаздырды. Роддомнан шығарып алдық. Үйге келген соң қызым емізбеймін, арнайы тамақ беріңіз деді. Емізбегені қалай? Балаға ана сүті керек дедім. Ол үндемей терезеге қараған күйі жылап отыр. Мен оны қарағым келмейді дейді. Мен жаспын, оқуымды жалғастырғым келеді. Өмір бойы әкеме алақан жайып, жалғыз басты ананың күйін кешкім келмейді. Амалым жоқтан әкемнен қорыққаннан тудым дейді. Оған қосылып мен де көз жасыма ерік бердім. Жаным-ау, мен осы ана болу бақытына жете алмай, қаншама тауқыметті, қайғы мұңды басымнан өткіздім емес пе? Алла берген бақытты неге итересің деп қызыма ренжідім. Тағдыр деген осы, пешенеңе не жазылса соны көресің. Одан қашып құтыла алмайсың деп ақылға шақырдым. Қызым, олай болса, сіз бағып алыңыз, арманыңыз орындалсын. Сіз менен гөрі жақсы ана боласыз. Мен оған қарай алмаймын, баға да алмаймын, мен оны жек көремін деп айғайлап жіберді. Көрші бөлмеде отырған әкесі жүгіріп кірді. Не болды, неге айғайлайсың, баланы шоштасың деп ұрсып берді. Мен мән-жайды түсіндірдім. Қызым маған айтқан әкесіне бетіне тура қарап айтты. Әкесі есіңді жи, жасаған қателігіңді мойныңмен көтересің деп ашуланып шығып кетті. Мен босанғаннан кейін әйелдерде күйзеліс болады дегенді білуші едім. Есін жияр сабасына түсер деп шығып кеттім. Өкінішке орай олай болмады. Балаға арнайы каша бердім. Кіндігі түскен соң өзім шомылдырдым. Қызым сол қатқаннан қатып, балаға қарамай қойды. Сонымен не керек, жұмыстан шықтым. Бала күтімін толық мойныма алдым. Бар мейіріміммен, ынта-ықыласыммен баланы бауырыма бастым. Түнде де қасыма алып жататын болдым. Иісі қандай керемет, кіп-кішкентай, тәп-тәтті. Қызыма қайран қалдым. Аналық махаббат деген қайда? Сәбидің не жазығы бар? Ата-анасының қателігі үшін бала жауап бермейді ғой. Күйеуім үндемеді. Мұның бәрін көріп біліп жүрді. Осылай жүріп қырқымыздан шықтық. Бөкең екеуміз шомылдырып, шашын тырнағын алдық. Кішкентайымыз ет алып, адамға ұқсай бастады. Бір күні күйеуім қызын отырғызып сөйлесті. Осылай жүре бересің бе? Балаңа неге қарамайсың? Қашанғы тәтең қарайды, оның анасы ол емес қой, сен ғой. Жалпы не ойлап жүрсің өзі деді. Қызым үндемей отырды да, папа, мен оны қарай алмаймын, баға да алмаймын, тәрбиелей де алмаймын. Мен ана болуға дайын емес едім. Амал жоқ тудым. Мен оқуымды жалғастырғым келеді, карьера жасағым келеді. Осы баланы тәтем екеуіңіз бағып алыңыздаршы, сіздердің балаларыңыз болсын. Менікі деп ешқашан айтпаймын. Сіздерді әке шешем деп білсін. Толыққанды отбасылы болсын. Мені қинамашы деп жылап жіберді. Күйеуім екеуміз бір-бірімізге қарадық. Күйеуім бәсең дауыспен, кейін өкіліп қалмайсың ба деді. Қызым, жоқ, өкінбеймін. Мен о баста ойлап жүргенмін осының бәрін деді. Сонымен бұл тақырып жабылды. Баланы толыққанды мен қарайтын болдым. Бар жауапкершілікті мойныма алдым. Бұл енді менің балам, өзім бағып, өзім өсіремін дедім. Күйеуім қызымыздың оқуын Астанаға ауыстырды. Ол жақта нағашылары тұрады екен. Қызымен бірге барып, нағашыларына орналастырып табыстап келді. Осылай мен 34 жасында аяқ асты апа да, ана да атандым. Кетерінде қызым шіркін баласын бір сүймеді де, бейне бір қуыршағын маған ойнауға бере салғандай болып кете берді. Оған не дейін? Қош айтысып қала бердік. Бірақ мен бақытты едім. Күйеуім екеуміз күнде кешке Есенсай өзенінің бойына баламызды арбаға салып алып серуендейміз. Үйге келіп кешкі ас ішеміз, кішкентайды шомылдырып ұйықтаймыз. Сосын екеуміз шай ішіп әңгімелесеміз. Бір-бірімізге бауыр басып үйренісіп кеттік. Тіпті мен оны жақсы көріп кеттім. Ол да мені аппағым, сұлуым деп еркелететін болды. Аллаға осы бөкеңді жолықтырғанына шексіз риза едім.
Әрбір істің де қайыры болады демекші, менің сонша қиналғаным, бірінші некемнің сәтсіз аяқталғаны, бала сүю арманым осының бәрінің қайырлысы осы Бөкең екен. Мен өмірге қайта келгендеймін. Көктемгі табиғат секілді менің де бар болмысым, бүткіл организмім, тәнім, есім бәрі бүршік атып, тамырын жайып оянғандай күй кештім. Күн санап кішкентайымызда өсіп келе жатты. Бетімізге қарап күлетін болды. Беті томпиып, қасы қалыңдап, Бөкеңе ұқсап бара жатқандай. Ол да риза. Аллаға шүкір, қыздарым бар ғой, бірақ жүректік бірінде ұлым болса деп армандайтынмын дейді. Міне, енді ұлым да бар шүкір дейді. Әнемне дегенше қыстан шығып көктем келді. 3 айдан соң кішкентайымыз жасына толады. Соған орай ата-анамды, інімді, келініммен үлкен қызды шақырып атап өтсек деп ниет еттік. Үйге бір жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жиып теріп дегендей, көктем әсер етті ма, тез шашап қала беретін болдым. Мазам қаша береді. Басым ауырып, ұйқы қыса береді. Бөкеңде байқап жүр екен, сенің соңғы кездері мазаң болмай жүр, дәрігерге қаралсаң қайтеді деді. Көктем әсер етіп жатқан болар дедім. Авитаминоз дейді ғой, сондай шығар деп қоям. Кішкентайдың қасына жатып аздап демалып алсаңшы, түскі асқа сырттан дайын тамақ ала келемін деді. Жақсы деп баламның қасына жантая кеттім. Біраздан бері осындай күйдемін. Өткен айдан бастап етек кірімде келмей қалды. Осы менде бала тумағаннан климакс басталып кеткен жоқ па деп ойланып кеттім. Ұйқым қашып кетті. Телефонды алып, емханаға ертеңге дәрігерге жазылдым. Бөкең келген соң ақылдасып ертесіне емханаға бардық. Бірінші анализ тапсырып, нәтижесі шыққан соң дәрігерге кірдім. Жағдайымды түсіндірдім. Дәрігер менің анализдерімді қарап шықты. Жап-жассыз, сізде қайдағы климакс? Сіздің аяғыңыз ауыр ғой, деді. Не дедіңіз деп қайта сұрадым. Аяғыңыз ауыр, УЗИге түсіп, тіркеуге тұрыңыз дейді. Бұл мүмкін емес, маған бедеусің деген диагноз қойылған десем, УЗИге түсіп келсеңізші дейді. Жүрегім лүпілдеп астыңғы қабатқа түстім. УЗИдің кабинетіне бардым. Дәрігердің жолдамасын бердім. Дәрігер ішіме гел жағып қарап жатыр. Тынысым тоқтап қалғандай. Қасындағы көмекшісіне бірдемелерді жаздырып, заключение 9-10 неделя беременности деді. Өз құлағыма өзім сенбедім. Селкілдеп жылап жібердім. Сізге не болды дейді, екеуі шошып. Орысшалап қуаныштың көз жасы ғой дедім. Қолыма қағазымды берді. Көтергенімді көріп біліп тұрсам да, жоғары көтеріліп дәрігерге қайта кірдім. УЗИдің қорытындысын бердім. Ол қарады, айттым ғой сізге, аяғыңыз ауыр, 9-10 апта болып қалған деді. Мен егіліп жылай бердім. Дәрігер су берді. Уайымдамаңыз, баланың дамуы бәрі қалыпты. Енді тіркеуге тұрыңыз деп шығарып салды. Сыртта Бөкең баланы арбаға салып тербетіп отыр екен. Мені көре сала орнынан тұрды. Бала ұйықтап қалды. Бәрі жақсы ма? Дәрігер не дейді? Жылағансың ба, тыныштық па, не болды деп сұрақтың астына алып жатыр. Бөкеңді құшақтай алдым. Ол да мені құшақтап, шашымнан сипап жатыр. Қолына УЗИдің нәтижесінің қағазын бердім. Бөкең УЗИдің нәтижесін қайта-қайта қарады. Рас па деп өз көзіне сенбей тұрған секілді. Аппағым, сұлуым, Алла тағалама мыңда бір шүкір. Сен енді толыққанды ана бақытына ие боласың. Бәрі жақсы болады, еш уайымдама деді. Жүзіне қарасам, оның да жанарына жас үйіріліп қалып тұр екен. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Бөкең ата-анаңа хабарласып сүйінші сұрайық деді. Мен қоя тұршы, әзірше ешкімге айтпай тұра тұрайық. Жақында келеді ғой, сол кезде айтармыз дедім. Осы сәтті қанша жыл күттім емес пе? Осы күйімнен рахаттанып ләззат алайыншы дедім. Қатты қуануға да қорықтым. Сонымен тіркеуге тұрдым. Анализдерімді тапсырып, ай сайын қабылдауға барамын. Токсикозым жеңіл болды. Бөкең қалағанымның барлығын әкеліп қояды. Осылай жүргенде жас келді. Кішкентай ұлымыздың туылған күніне әкесі бір қой сойып дайындалдық. Өскеменнен ата-анам, інім отбасымен, үлкен қызымыз отбасымен келді. Менің кәдімгідей томпиып ішім шығып қалған. Ең алғаш үйге кіре салып, мені көргендегі ата-анам мен інімнің түрін көрсеңіздер ғой. Қуанғандарынан көздеріне жас алды. Қызым-ау, бұл күнге де жеттік-ау, аман есен босанып алшы деп жатыр. Неге айтпадыңдар деп ренжіп те алды. Алланың маған деген көзі түзу екен, кеште болса бірден апа да, ана да атанып бала да көтердім. Сөйтіп ұлымыздың туылған күнін тойладық. Әкем ырымдап тұсауында кесті. Арқа-жарқа болып шүйіркелесіп 4 күн жатты туыстарым. Бөкең Алматыны әбден қыдыртты. 3-ші күні ата-анам Алматының барахолкасына барып қайтайық, алатын заттарымыз бар деп сонда кетті.
Інім күйеуіммен соның жұмысына кетті. Біз келінім үлкен қыз күйеу баламен мега ойын-сауық орталығына барып балаларды қыдыртып пицца жеп келуге шықтық. Келінім үлкен қыз бен күйеу бала балаларын аттракциондарға біраз ойнатып келуге кетті. Балам ұйықтап қалған соң, мен сол мега орталықтың ішіндегі пиццерияда оларды күтіп отырған болатынмын. Сенбі болғандықтан кісі көп екен, бір бос стол тауып сол жерге отырдым. Сусын ішіп, баламды тербетіп телефон шұқып отырғанмын. Бір кезде мына жер бос па деген таныс дауыстан селк ете қалдым. Жалт қарасам, бұрынғы күйеуім. Қасында шамасы 3-4 жасар кішкентай қара қыз бар. Ол да аңқиып біресе маған, біресе әкесіне қарайды. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ол да маған қарап қатып қалды. Көзі төмен түсіп, ішіме қарады. Жанымдағы коляскада ұйықтап жатқан балама қарады. Атымды атап, бұл сенбісің деді. Иә, менмін. Қалың қалай деп амандастым. Дауысым дірілдеп шықты. Бір қалада болсақ та, онымен кездеспейтін шығармын деп ойлайтынмын, бірақ біздің ойлағанымыз бола бермейді ғой. Бұл кезде соқтық па әлде тағдырма білмедім. Ол тез есін жиды. Жақсы, кешір, отырсаңшы, бізде отырсақ болады ма дейді. Мен жалғыз емеспін, туыстарыммен жүрмін. Олар келгенше жарайды, отыра тұрыңдар дедім. Отырдық. Қасындағы қызға доча отыра ғой деді. Қызы екен. Отырғызып тамағын алдына қойды. Демалыс күндері қызым екеуміз осында жиі келеміз дейді. Сол күйі өзгермепсің, керісінше сұлуланып кетіпсің деп менен көзін ала алмай қарап отыр. Мен оның бетіне тіке қара алар емеспін, қысылып отырмын. Біраздан кейін ғана өз-өзіме келе бастадым. Хәл сұрастық, отбасымыз жайлы әңгімелестік. Ескі бір таныстардай күйде болдым. Ол мен үшін қуанып отыр. Мен ол үшін қуаныштымын дедім. Бір кезде неге мені тастап кеттің? Үйленгеніммен сені ұмытқан емеспін. Суретіңе қарап жиі еске алатынмын. Сені енді көрмейтін шығармын деп ойлап едім дейді. Мен қойшы, оның бәрі өткен өміріміздің еңсесінде қалды дедім. Сенің бақытың үшін кеттім. Қазір міне отбасылы балалы шағалысың. Менің де күйеуім бар, балам бар. Бұйырса екіншімді босанамын. Өткенді ұмытып болашақпен өмір сүру керек дедім. Я дейді төмен қарап. Біраз әңгімелестік. Бір кезде есік жақтан менікілер көрінді. Жан жақтарына қарап мені іздеп жатыр екен. Бұрынғы күйеуіме туыстарым келеді, тұрасың ба дегендей ишара білдірдім. Ол қарады да, жақсы, онда саған бақыт тілеймін, сәттілік тілеймін, қош бол деп қызын ертіп кете барды. Артынан қарап көз жанарыммен шығарып салдым. Сыртқа шыққан соң айнектің қабырғадан қызын ойнатып біраз бізге қарап тұрды да қызын ертіп кетіп қалды. Сол бұрынғыдай, тек кішкене толысыпты. Мен кеткеннен кейін күйеуім үйленіп, осы қызы 2-ге толған соң енем давлениядан қайтыс болыпты. Жаны жәннатта болғай, анамдай болған, жақсы кісі еді. Мұны естіп біраз көңілім түсіп қалды. Жер домалақ деген осы-ау. Күйеуім Алматыға көшеміз дегенде бірінші осы бұрынғы қайын жұртыммен күйеуімді көрмесем екен деп едім. Тағдыр екен. Міне, арада қанша жыл салып, оны да көрдім. Енді екеуміз 2 бөлек адамбыз. Ол кездердің бәрі артта қалды ғой, шүкір. Сөйтіп туыстарымен пицца жеп отырып үйге қайттық. Ертесінде барлығы жолға жиналып, бұйыртса босанғаныңда келеміз деп қош айтысып Өскеменге қайтты. Межелі уақыт жеткенде күз айында мен де босандым. Старая первородка деп оның үстіне баламның кіндігі оралып кесір тілігін жасады. Олды болдық. Қуанышымызда шек жоқ. Ата-анам бір қой сойып, артынып тартынып келіпті. Інім, қызымыз бәрі келіп 5 күннен соң роддомнан шығарып алды. Алланың құдіреті шексіз екен, оған көзім жетті. Мен бақыттымын. Ана болу бақытын сезіну деген қандай ғанибет. Мұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен автордың оқырманының бірі едім. Әңгімелері ұнайтын. Өз өмірімді, басыма түскен тағдырым жайлы жазасыз ба деп өзім хабарластым. Бұған себеп қайын атамның сөзі еді. Сол сөздері санамда сақталып қалған. Сол кісіге деген өкпе ренішімді босатып, ұмытып кешіргім келді. Ішімдегі ешкімге айта алмаған сырларымды шығарғым келді. Атам маған дауыс сөйлеп көтеріп, ұрсып ренжіткен емес, тек сол кезде маған бір мүмкіндік бермеді. Бала асырап алуға рұқсатын бергенде осыншама уақыт жоғалтпайтын ба едім? Некем бұзылмайтын ба еді? Сүйіп қосылған адамыммен ажыраспай, балалы болар ма едік деген бір өкініш, бір үміт жүрегімнің түкпірінде қалып қойды. Кейінгісі күйеуім үйленді. Әйелі аяғы ауыр дегенді естігенде қатты қиналдым. Күйеуімді іштей қызғандым. Енді ол басқамен бірге жатып тұрады, соны жаным дейді, мені ұмытты деген ойлар жанымды қинайтын. Кетпеуім керек па еді деп өкініште болды.
Кейде оның ыстық құшағын қатты аңсайтынмын. Мұны жан адамға айтқан емеспін. Мүмкін әпкем болмаса жеңгем болса айтар ма едім. Анама қалай айтамын? Ажырасу өз шешіммен болса да атам кінәлі сияқты еді. Сол кездерде өз-өзіме қол жұмсағым келді. Тек анам мен әкемді ойлап есімді жидым. Анам бұған төзе алмайтын еді. Енем бір молдаға оқытып жүргенде сол кісі балам Алладан сұра, үмітіңді үзбе деп дұғалар жиынтығы деген кішкентай кітапша берген еді. Осы дұғаларды оқып Алладан тілей бер деп еді. Ол кезде атамның сөзінен кейін үмітім өшіп селсоқ жүре бердім ғой. Біз енді орысша оқыған адамбыз, оның үстіне өскемен жақ кішкене орысша ғой. Шынымды айтсам, Аллаға сыйынуды, сүре, дұға дегенді біле бермейтінбіз. Тек аз құдайы тамақ берілгенде Құран оқытылатын үйімізде. Кейіннен осы дұғаларды оқи бастадым. Қиналғанда Аллаға сыйынып, бағым ашылып, ана бақытына бөленуді сұрай бердім. Еркек болса да, менен кіші болса да, інім көп қолдау көрсетті. Кейін бөкеңнен естідім, інім мені қатты уайымдаған екен сол кезде. Мені оған үнемі мақтап, бөкеңнің сөз салуына да ықпалын тигізген сияқты. Бөкеңде бір көргеннен мені ұнатыпты. Бойын ұзын, аққұба, өте сұлу едің. Бірден көзім түсті дейді. Аллаға шүкір, дәл қазір 2 ұлым қасымда, сенімді ер азаматым бар. Ана атануыма алдымен Алла, одан кейін осы бөкеңнің немересінің арқасы емес пе? Енем айтқандай, баланы бала шақырады деп, осы балаға мейірімім түсіп, емшегім езіліп, 62 тамырым иіріліп, аяғым ауырлап, бүгінде ана атандым емес пе? Бұрынғы күйеуімді ұмыту оңай болмады әрине. Мен оны қатты жақсы көретін едім. Жас айырмашылығымызда алшақ емес, ортақ дүниелеріміз көп болатын. Ал бөкең сенімді қамқоршымдай. Арамыз 10 жас. Алла сақтасын, көп көріп көпірлік етіп жатқан жоқпын, шүкір. Тек бұрынғы күйеуіме деген қимастық қалды ғой бәрібір. Бірақ ең бастысы ана болдым. Ештен кеш жақсы демекші, Аллам маған құрсақ көтеріп, іштегі сәбиімнің өскенін, ішімде ары-бері жыбырлап, бүйірімді тепкілеп дүниеге келуін көруді нәсіп етті. Алла ендігі осы балаларым мен бөкемді аман қылсын. Кіші қызым жайлы айтар болсам, қызымыз әлі Астанада, соңғы курста оқып жүр. Бізге келіп тұрады. Баласына сол күйі мейірімі ашылмады. Братишкам дейді. Оны да уайымдаймын. Болашақта тұрмысқа шығып жатса, күйеу бала бір жерде болмасын, бір жерден бала туғанын, братишкам дегені бізге тастап кеткен ұлы екенін естісе қалай болады деп. Бөкең, ол жайлы ойлама, бұл сенің балаң дейді. Дегенмен жер домалақ. Өскемендегі біраз туыстар естіген біздің жағдайымызды. Не болса да бұйырғанын көрерміз енді. Балаларым Аллаға шүкір аман есен өсіп жатыр. Осы әңгімеден кейін кәдімгідей жеңілдеп қалдым. Комментарияларыңыздың барлығын оқыдым. Керемет күйде болдым. Арасында бала көтере алмай 16 жылдан кейін көтерген ана бар екен. Менің тағдырыма алаңдап, жақсы тілектеріңізді айтып жатқан оқырмандарға алғыс айтамын. Өмір болған соң сын пікірде болады, оған да ренжімеймін. Тек айтарым, қанша қиын болса да өмірдің сынағына сынбаңыздар. Алдағы күндерден үміт үзбеңіздер дегім келеді. Балаларымыз аман болсын. Кейіпкеріміз айтқандай, сіздердің ой-пікірлеріңіз маңызды. Отзывтарыңызға рахмет. Жақсы сөз жарым ырыс дегендей, ешқашан ешкімнен жылы лебізіміз бен ыстық ықыласымызды аямайық. Бұл кейіпкердің тағдырын естігенде өзімде ерекше әсер алдым. Жүректеріңізге жеткізіп жаза білдім деген ойдамын. Бөлімге бөлмей бірден бере салыңызшы дегендер болды. Бұған айтарым, өмірден алынған шығарма болғандықтан кейіпкердің әңгімесінің жүйесімен жазамын. Қысқартып, қалдырып жазуға болмайды. Ол кісінің айтқандарын қайта-қайта тыңдап, саралап, өңдеп, жүрекке жететіндей етіп жазу керек. Болмаса, әңгіме әсерлі болмайды ғой. Сау болыңыздар.